Аллергия. Аллергия бұл ағзаның иммундық жүйесінің кейбір заттарға, аллергендерге шамадан тыс жауап беруі. Егер аллергияны емдемесе, ол көптеген ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Соның ішінде бірінші, созылмалы аурулар. Аллергия ұзақ уақыт емделмесе, созылмалы ринит, синусит, бронхит және астма сияқты созылмалы ауруларға әкелуі әбден мүмкін. Екінші, өмір сүру сапасының төмендетілуі. Аллергияның симптомдарын, мысалы, тұмау, көздің жасаурауы, терінің қышуы және де басқа белгілер адам өмірінің сапасын төмендетеді. Ол қалай? Ұйқының бұзылуы, энергияның жетіспеушілігі, жалпы әлсіздік туындатуы мүмкін. Үшінші, антиневрологиялық ісік. Ол адамдардың аллергияның ауыр түріне әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда адамның тыныс алуы қиындап, өмірге қауіп әкелуі ықтимал. Төртінші, анафилаксия. Бұл аллергияның ең ауыр түрі болып табылады. Ол кенеттен пайда болып, дене ісіп, дем алу қиындайды және қан қысымы төмендеуі сияқты симптомдармен көрінеді. Анафилаксия шұғыл түрде әрекетке көшуді талап етеді және емделу жағдайын ұзаққа қалдырмау керек. Егер де аллергияның белгілі бір пайда болған жағдайда дереу әрекетке көшіп емделуді бастамасаңыздар, тиісті ем қабылдамасаңыздар, сіздің денсаулығыңыз нашарлап, тіпті летальный исход дейді ғой, өлімге де әкелуі мүмкін. Сондықтан, егер де сіз аллергияның белгілі бір симптомдары болып жатса сізде, онда сіз міндетті түрде осыған қажетті әрекеттер жасап емделуді бастаңыз. Аллергиядан емделіп жазылған адамдардың нәтижелерімен танысқыларыңыз келсе, қалай емделгендерімен танысқыларыңыз келетін болса, онда төмендегі ссылкаға кіріңіздер де, сол кісілердің пікірлерімен танысыңыздар. Менің өзімде де аллергия болған. Аллергия болған соншалық, аптасына 2 рет задак дәрісін ішпесем, ол аллергия мүмкіндік бермейтін. Түннің жарымында ұйқыдан оянып, аллергиясы болған адамдар болатын болса түсінеді, өте өмірін сүруіне кедергілер тигізіп жатты. Сондықтан менің де қалай аллергиядан құтылғанымды білгілеріңіз келетін болса, ссылкаменен төмен түсіңіздер және осы мүмкіндіктерден шығу жолдарымен танысыңыздар. Амандықта, саулықта болайық.